Жаңа жыл қарсаңында әртүрлі салаттарды дайындай бермей, мына ерекше тойымды тіске басар дайындап көріңдерші. Жасалу жолы өте оңай, ең бастысы құрамы қарапайым заттардан тұрады. Алдымен бізге жұмыртқаларды пісіріп аламыз, және де оны теңдей осылай екі ортасынан бөлеміз. Және де жұмыртқаның ортасындағы сары уызын бөліп аламыз. Сары уыздан 2-3 дана алып қалыңыздар, кейін бізге қажет болады. Пышақтың көмегімен осылай ұсақтаймыз. Енді бізге тұздалған қияр қажет болады, осылай бөліктерге бөліп, бұны да барынша ұсақтап турап шығамыз. Тұздаған қиярды турап болғаннан кейін бізге шпрот қажет болады. Шпрот осы тәлкені бір шетіне тізіп шығамыз. Шпрот таңдаған кезде міндетті түрде сапалысын алыңыздар. Менің таңдауым Родина фирмасы ұсынған осылай премиум сападағы шпроттар. Шпроттарын қарасаңыздар кәдімгі етті болып келеді. Және де тіске басардың дәмді болуы осы тікелей шпротқа да байланысты. Майонезді салып, осылай шпротты жақсылап тұрып езіп шығамыз. Енді барлығын осылай араластырамыз. Біздің, яғни начинкамыз дайын. Енді осылай жұмыртқаның ақуызына начинкамызды сығып шығамыз. Қасықпен де салсаңыздар болады. Енді қалдырып болған сары уызды ұсақ теркадан өткізіп, осылай жұмыртқаларымызды аунатамыз. Кейіннен майонезді кондитерлік қалташаға құйып, осылай бетіне әдемілеп сығып шығатын боламыз. Енді бізге ең соңғы штрихтар әрлеу қалды. Әдемілеп осылай укропты алып, әсемдеп шықсаңыздар болады. Илка тәріздесіп, және де төмен жағына гранатаны алып, осылай 3-4 бөлігін қойып қойсаңыздар болады. Видео ұнаған болса парақшама тіркеліп, жаңа жыл қарсаңында жақын құрбыларыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар.